Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің берген ақпаратым пайдалы болып жатса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар, мен үшін маңызды. Бүгін босанғаннан кейін салмақ тастауға кедергі 6 әдет туралы тақырыпта қозғайтын боламын. Жалпы жүктілік кезінде әйелдің 9 пен 14 кг аралығында салмақ қосуы қалыпты. Ол неден тұрады деп ойлайсыз? Нәрестенің салмағы орташа 3 кг, бірақ одан да ірі балалар болады. Жатыр салмағы қалыпты түрде 1 кг дейін өседі. Оған 650 грамм жолдасы қосылады. Қағанақ суы шамамен 900 грамм. Айналмалы қанның көлемі артады. Ол шамамен 1200 грамм құрайды. Сүтті бездердің көлемі 500 граммға дейін артады. Баланы қозғалыс кезінде сақтап тұратын майлы қабат 2 кг 400 граммға дейін артады. Тін сұйықтығы 2 келі 700 грамм. Әйел босанғаннан кейін шамамен 5 немесе 6 кг жоғалтады. Одан кейін 2-3 ай өткен соң тағы 2-3 кг салмақ кетеді. Егер жүктілік кезеңі мен босану процесі жақсы өтсе, толықтай қалыпқа келу жарты жылдан 2 жылға дейінгі уақытты алуы мүмкін. Жүктілік кезінде жиналған артық салмақтан ұзақ уақыт арыла алмауға мына әдеттер себеп болуы мүмкін. Бірінші, жүктіліктің кезінде 2 адам үшін тамақ жеу. Кей адамдар жүкті әйел 2 адам үшін тамақ жеу керек деп санайды. Бірақ бұл қате пікір. Біріншіден, артық салмақ буындарға кері әсер етеді. Оларға пайда болған жүктемені көтеру қиынға соғады. Екіншіден, өте көп салмақ жинау босану процесінің әлсіздігіне әкелуі мүмкін. Себебі артық салмақ кесірінен іш бұлшықеттері әлсізденіп кетеді. Сондықтан дәрігерлер жүктілік кезінде пайдалы әрі құнарлы тамақтарға аса мән беріп, зиян тағамдарды көп жемеуге кеңес береді. Бала емізу кезінде майлы және калориялы тамақ жеу. Ананың рационы калориялы болса, бала жылдам өседі деген қате пікір бар. Ананың тамақтануы салмақ қосуға емес, сүт бөлінуге ықпал ететін болуы керек. Сондықтан дәрігерлер бала емізетін анаға майлы немесе қуырылған тамақтар емес, сұйық сорпалар ішуді ұсынады. Аз ұйықтауға келетін болсақ, мелатонин ұйқы гормоны зат алмасу жылдамдығына жауап береді. Егер ағзаға мелатонин жетпесе, ми оны күйзеліс ретінде қабылдап, керек болып қалған жағдайда ғана деп энергия жинай бастайды. Ал ағза оны тек тамақтан ала алады. Сондықтан қарныңыз аша береді. Сол үшін басқа отбасы мүшелерінен көмек сұрауға ұялмай уақытылы ұйықтап алу керек. Әйтпесе ұзақ уақыт аз ұйықтау күйзеліске де әкелуі мүмкін. Төртінші, таңғы ас ішпеу. Тойымды әрі құнарлы таңғы астан соң тіске басарлар іздемейсіз. Ағза түске дейін жеген тағамдарды майға емес энергияға айналдырады. Келесі, компьютер немесе теледидар алдында тамақ ішу. Тамақ ішіп отырып сериалға немесе әлеуметтік желілерге алаңдасаңыз, тойғаныңызды байқамай қаласыз. Сондықтан қалыптыдан артық жеп қоясыз. Алтыншы, су ішпеу. Су зат алмасуды жылдамдатады. Сондықтан күні бойы бөлме температурасындағы газдалмаған қарапайым су ішуді әдетке айналдырыңыз. Жалпы босанғаннан кейін салмақ тастамаудың бірнеше кері әдеттері бар. Соның негізгілеріне тоқтала кеттім. Достар, бүгінге осымен сіздерге берген ақпаратым аяқталды. Бүгінгі берген ақпаратым сіздерге ұнап жатса, жүрекшені басып, тіркеліп, маған пікір жазып, қолдау білдіре отырыңыздар, мен үшін маңызды.